Кашадаш районы Найман Хунукта Аясыл Қанат фермер қожалығының рахбары Сүйін Талғат болған. Біздің фермер қожалығымыз пақтағалеме шұғылданатын фермер қожалығымыз. 25-26 жылы бидай хасылы үшін қазір жерлерімізді тайырлап егу мапазы болып отыр. Қазіргі погодадан пайдаланып әлі давам етіп отыр. Жерлерімізді лазерный планировщикпен тегістеп, су таңқышылығын алдын алып, суды эконом қылу мақсатында және президентіміздің 66-шы қарарынан пайдаланып, лазерный планировщик лизинг асасында өз фермер қожалығымызға алдық. 30% субсидиясы берді президент қарарының текарында. Турецкий селкімен қазіргі уақытта сол егу мапазы алып бара отырмыз. Шумақылау мапазында тұрмыз. Турецкий селкінің абзаллығы бізге фосфорлы оғытты тұқыммен бірге беріп баратырмыз. Бір процестің өзінде екінені пісілеп баратыр. 300 кг фосфордан гектарына фосфорлы оғыт беріп, бидай тұқым бірге егіп баратырмыз. Бидайды 270 кг-дан 300 кг тарапында тұқымын. 26 жылғы ережеміз 60 гектардан. Фермер қожалығымызға мақсат қойып отырмыз. Сол алдымыздағы жылы 60-70 центнер хасыл алу ниет етіп отырмыз. Қазіргі ауыл қожалық тарауында құрметті президентіміздің біздерге жаратып беріп отырған шариғатлар көп, біздерге шариғатлар жаратып беріп отырды. Субсидия, лизинг текарында 66-шы қарардың, одан барлық сол худудымызда фермерлер пайдаланып, ауыл қожалық тарауын рауажыландыруға көп жәрдем беріп отыр. Осынша шариғат жаратып бергені фермер қожалығымыздың атымыздан, район фермерлерінің атынан міндеттастық білдіреміз.